Сәлем оқырман. Бота мен Шерханның жыры бітпес, екеуі бірге жобада отырғасын. Бір-біріне сезім қайта ашылып жатырған секілді. Енді бүгін екеуі жақындасып бірге қайта ойнап жүр. Оның бәрін Кослайктың Instagram желісінде түсіріп алған, ертең соны талқылайтындары анық. Сол ойындар қайта бір мәселе болады ғой. Бота болса үміткері бар, Айдос деген. Шерханның үміткері жоқ, әлі келмеді. Бірақ Бота бір рет кездескеннен кейін әлі кездеспеді. Екеуінің Ақбота мен үміткерінің Instagram желісінде тыныш. Эфирге шығып қандай таныстықты айтады екен? Әлде Айдос эфирді көріп, Бота мен Шерханның жақындасқанын көріп, бірге кездеспей жүрме? Оның бәрін эфирде білетін болармыз, енді солай жағдай қайта қосылып жатса, тек қуанамыз ғой. Бүгінгі эфирді көрсеңіз, бірінші болып тұрған секілді. Таныспай жатып 520 мыңның жүзігін сыйлады. Төребек Айжанның үміткері қыздан көңілім қалған секілді. Олардың таныстығы тоқтап, сол жерде Алия ханымға ұсыныс жасады. Алия ханым аң-таң ондайды түсінді де елестетпеген секілді. Жауабы таныстыққа дайынмын деді Алия ханым, ендігі күтеміз қалай жалғасады екен. Ендігі пікірлерге көшейік, көрермендер не деп жатыр екен. Алия ханым Сақинаны шешіп Төребек мырзаға беру керек еді, таныстықты жалғастырып. Сосын нағыз жұп болған. Кезде кигені дұрыс еді. Сақинаны алып алған бір түрлі болып қалды. Үміткер келмей, аяқ асты бір күнде жұп бола салғаны қалай кетті. Бриллианттың буымен. Кеудесін ұрып тұрып айтушы еді ғой, мына Алия қыздар өз бағаларыңды біліңдер деп, өзінің бағасы бір Сақина. Вау, күшті, ағамыз мықты азамат екен. Ең алғашқы махаббатым есіме түсіп кетті. Дейді көрермендер. Дұрыс болды ма, Төребек ағаның жасағаны тез шешім қабылдап қойған жоқ па? Бұлбұл мен Серіктің тойы кеше ғана болып еді, келіндік өмірі басталып та кетті. Басына ақ орамалын киіп, келіндік міндетін орындап жүр. Серікке сәлемін салып жатыр Бұлбұл, орамалы қатты жарасып тұр. Пікірлерді оқысақ, ойлары қалай екен көрермендердің? Бағын ашылсын. Өте әдемі болдыңдар. Серік сені ренжітпесін. Отбасындағы уак түйік шешілетін ұрыстарды кепшілікке көрсетіп, жылап сықтап отырмандар, жұрттың табасына қаласындар. Башкон қызым, бағын ашылсын. Папан өз айтқандай жүрегінің бір бөлшегін үзіп бергендей қимайды, бірақ өмірдің заңы ғой. Күні ертең екеу болып барасын, артынан бөпеммен барықтанда бәрі орнына келеді. Сенен туған баланы, сенен артық жақсы көреді. Тек жақсылығынды естіп отырса, әке шешен риза болып, тыныш уайымсыз жүретін болады. Сыр шашпай 3 жыл шыдасан, бәрі жақсы болады. Серік екеуін бақытты болыңдар. Диана ханымды іздегендер көп болды. Жобаға неге келмеді деген сұрақтар толы, бір көзге түскен пікір осылай болды. Осының бәрі өткен сезонның жемісі. Скатованы Алмира жамандап мені көре алмай жатыр деп жазған, мен үндемей қалмаймын, бір күні жарыламын деп суреттерін қойып қойған еді ғой 2 күн бұрын. Диана Скатованың тіл байлығы, тәртібі, қай жерде қалай сөйлейтінін біледі, тәрбиесі өте мықты, оқыған қыз. Бақытты болсын Диана Скатова, өйтіп Алмира орнын тартып алдын дегендер де бар екен.